Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздермен қатқан наннан, қалып қойған наннан осылай пицца дайындайтын боламыз. Бұл пиццаны жылдам таңғы ас ретінде де дайындап жеуге болады. Жұмысымызды нанды турап алудан бастаймыз. Нанды осылай мен көрсеткен сияқты майда бөліктерге бөліп турап аламыз. Екі жұмыртқаның үстіне кішкене тұз салып, осылай жақсылап араластырамын. Енше нанның үстіне құямын. Сүт құйдым бір кесе. Енді тағы да жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен сүт қосылғаннан осылай араластыру процесінде ол жұмсайды. Енше үкіштен өткізілген сырды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Табамызды қыздырып майлап аламыз. Қыздырылған табамызға нандарды салып, осылай тегістеп, әдемілеп шығамыз. Үстінен тағы да үкіштен өткізілген сыр саламыз. Енше пиццамыздың бетін сәндеуге қажетті заттарды турауды бастаймын. Пиццаны сәндеуге мен сосиска, помидор, айсберг жапырағы және укроп қолдандым. Пиццаның бетіні қалауымыз бойынша басқа заттармен де сәндей беруге болады. Туралған қажетті заттармен осылай пиццаның бетіні қалауымыз бойынша сәндеп шығамыз. Енше қақпағын жауып, осылайша 10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз да дайын пісті. Енше тарелкамызға салып, жеп дәмін көрейік. Өте жылдам әрі тойымды таңғы ас, құрметті қыз-келіншектер, дайындап көруге кеңес беремін. Видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.